ұстаздан қайғыртатын, ұстаздан айбынатын ұрпақ бар еді. Осы жерде ойыма бір әңгіме түсіп тұр. Әбіш ағамыздың Кекілбайұлының бір айтқан 50-ші жылы жеңістің 5 жылдық мерекесі. Әбіш ағамыз 11 жасар бала. Сол тойда әлі есін жинап болмаған, дастархан әлі толмаған, сондай әлі кешегі әр үйден садақа беріліп, кейбір үйлердің түтіні өшіп кеткен, қасіреттің әлі көкіректерден кетіп болмаған ауруы. Сондай кез, сол жеңістің 5 жылдығын дұрыстап тойлау керек деген тапсырма болып, сонда 11 жасар Әбіш ағамыз дүниежүзілік империализм қатері жөнінде баяндама жасайды. Сонда сол баяндаманың соңында қысқасы Онды менен Жармыштың жігіттері бәйгеге таласып, ұлан төбелеске айналады. Содан бәрі аттарына мініп, бұрын баяғы сандықтың түбінде қалған кешегі соғысқа кеткен дойырларын білеп шықты дейді. Сол кезде енді қан жаппай төбелеске айналып келу қатері төніп тұрады. Сол кезде Мыңтұрған деген ұстаз ортаға шығып тоқтатты дейді. Мыңтұрған ғой, Төлеп атамыздың ұрпағы, сондай бүкіл ел қадірлейтін болған ғой, жаңағы әбден көзі жанып тұрған жігіттердің бәрі ана кісінің бір ауыз сөзіне тоқтатты дейді. Сонда бар қарсылық Бейсенбай дейтін бір ағамыздан шықты дейді. Дойырын алып тұрып, ай Мыңқай, өлгенде көрген бір төбелес еді, оның да берекетін кетірдің ау деп. Дойырды тістеп алып бұрылып кете берді. Сонда ол бейшаралар адам өлмейтін, тек бір арқасының қысылу қанатындай, жаңағы кешегі қанды соғыс, оның алдында репрессия, оның алдындағы ашаршылық жұту, оның алдындағы коллективтендіру, оның алдындағы нефт, әскери коммунизм, қырқшылық, азамат соғысы, ашаршылық, бәрінен революциялардан кейін әбден ең болмағанда жаңағы бір арқаларын қышылын қалдырып, төбелесуді де сағынған екен ғой дейді сол жерде жұрт. Сол айтқандай сондай ұстаздың біз қадірін жойып алдық. Қалай болғанда да бүкіл қоғам болып ойланып, бүкіл мемлекет болып толғанып, біз осы кемшілікті жоюымыз керек. Оны жоймаса көшіміздің көлікті болуы қиын. Мынау мен өзім фамилиямды, аты жөнімді бір жерде тықпалап жүргенді жек көретін адаммын. Ол менің болмысым. Еш жерге фамилиямды қосып жатқанға өзім қарсымын, көбіне қарсылық білдіріп, бірақ мына кісінің кітабының артынан менің аты жөнімді түгелдеп жазыпты мына кісі. Себебі мен осы кітапты бастан аяқ қарап, редакторлығында, корректорлығында жасадым әңгіменің шыны. Себебі бұл ұлтқа керек кітап екенін түсіндім. Мен өзім жалпы жаратылысымда кез келген осы көшеде кетіп жатқан адамның бәріменен тұра қалып, көкірегін ашып көргім келіп жүретін, сырласқым келіп жүретін адаммын. Бірақ өкінішке орай ондай менің әрекетім, ондай пейілім, ондай ниетім көбіне жақсылыққа ұрындырмайды. Көбінің көкірегі бүтін болмай шығады, кейбірінің көкірегі түтін болып шығады, сосын таланым тасқа тиіп кейін қайтатын жағдайым көп. Сондай жасымыз алшақ болса да, ар жағы бөлелігіміз бар, нағашы жиендігіміз бар, жезделі балдыздығымыз бар. Сөйтіп жанымыз жарасқан, бірақ көп адаммен жараспайтын мына Ордалы Қосай дейтін кісінің кітабының жиынына келіп отырған себебіміз сол.